Андарым, бүгін керемет разбормен тәтелерің алдыларыңа шығып отыр. Бүгін ерекше күн сіздер үшін. Бүгін көз ашатын сәт келді. Бүгінгі разбормен не только сенің көзің ашылады, но миыңа ми қосылады. Не только әйелдерге қатысты разбор болады, бүгінгі разбор, но и халықты бойжеткендерме, яғни жас қыздарға. Жайғасып отыр жаным. Мен 16 сағаттық үлкен сериалға разбор жасамақшымын. Дораманың атын бірден айтып кетейін. Скандал Евы деп аталады. Барып Гуглға, немесе Яндексқа, немесе ВКонтактеге кіріп, бірден сериалды көруге сен асықпа, қымағым. Өйткені сен ол жерде көп жағдайды түсінбейсің. Тек уақытың кетіп қалады. 16 күнің әрбір серияны 1 сағаттан көремін деп. Сондықтан да көрместен бұрын менің разборымды от и до конца көріп, одан кейін барып, соңы не болады екен деген ойыңда, санаңда сұрақтар болатын болса, сериалды асықпай көрсең болады. Мен бүгінгі сериалға тоқтамаймын, сериалдағы басты кейіпкер Еваға тоқтайтын боламын. Еваның қылықтары және жасайтын флирт техникаларына. Дана ханым, бүгінгі разбордан не ұғамыз деп сұрақ қоятын болсам, сұрағыңа бірден жауап беріп кетейін. Бүгінгі разборда біз еркектердің психологиясына 1-2 қадам жақындаймыз. Неге ақылды, дана, мен деген еркектердің өзі ғашық болып қалған кезде, яғни бұттың арасындағы досы тұрған кезде, мына басы неліктен істемей қалады? Неге соншама жыл қасында, қойнында жатқан әйелінен баз кешіп, үйінен қашып, туған балаларынан бас тартып, сүйгенімен қол ұстасып кете береді? Неге измена болады? Неліктен сүйген әйелі үшін бүкіл әлемге ол еркек қарсы шығады? Ойбай-ау, анасына да, әкесіне де. Неліктен деген сұрақтарыңның жауабын кішкене басты кейіпкер Еваға тоқтап өткім келеді. Сіздер түсінбей қалмас үшін кішкене түсіндіріп өтейін. Ева деген қыз кішкентай кезінде әке-шешесінен айырылған, өте бай қуатты тұрған, әке-шешесінің жаулары әке-шешесін өлтіріп, кішкентай қыздың бүкіл байлығын алып қояды. Кішкентай қыз әрең өлімнен құтылады, шетелге қашып қана. Көз алдында әке-шешесінен айырылған Ева кішкентай қызымыз, мен сендерге әлі көрсетемін, мен сендерден кек алам, мен сендерді табамын әлі деп, өзіне өзі сөз береді. И сол сөзінде тұрады. Кішкентай қызымыз өседі. Өскен кезде сол отбасыға келеді. Сол әкесін өлтірген еркектің ұлын өзіне қаратып, ғашық қылып, сол отбасын ойрандататын, сол отбасын ойрандатып, кек алуға келеді ғой Ева қызымыз. Кәдімгідей дайындалады. Енді бір кәрістің сериалдарын қарасаң, мынандай ұғымға келеді кезінде, кәрістер кәдімгідей бір кекшіл екен деп ше. Енді бұл дорама, бұл сценарий, но қылықтары мен флирт техникаларына тоқталмасқа болмайды. Өмірден алынған өтетін техникалар, еркектің басын кетіретін. Ал дайын болсаңдар, көп созбаймын, мен бастаймын. Реакцияң қайда? Еваның бірінші выходына тоқтайтын болсақ, бірінші шығуы, өзін таныстыруы сол отбасыға биден басталады, танго биінен. Әдемі қимылы мен көз қарасы. Анау басты кейіпкердің басын кетіреді, еркектің крышасын айналдырады. Қасында әйелі отырса да, екі көзі тек Евада болады. Қалай екі көзін алып басқа жаққа қарайды? Ева маған қара деп тұр ғой, ана биімен ақ. Мен осылай билей аламын. Сахнада немесе сенің
жаныңда елестет дейді. Еркекке бірден якір тастайды. Бірден флирт техникасымен көзімен тіке қарай отыра, төмен, жоғары, денесінің гибкостін көрсетіп, фантазиясын ойнатады ер азаматтың. Не забываем, еркектердің фантазиясы. Ұмытпаймыз, қыздар, еркектердің фантазиясы өте жүйрік болады. Әсіресе түнгі фантазиясы. Неліктен ер азамат бізбен танысқан кезде бірден біздің іс-әрекет, қимыл, қылығымызға, фигурамызға мән береді. Сені ұнатқан ер азамат бірден миында сенімен төсекті представлять етеді. Көз алдына елестетіп. Бірақ ешқандай еркек саған оны тіке айтпайды. Олардың жаратылысы сондай жандарым. Сол үшін Құдайдың берген қылықтарымен түлкідей қулықтарыңды қоса біл. Осыдан кейін кеш болады. Сол бір кеште басты кейіпкер жігітіміз, әйелі бар жігітіміз, Еваға басы кетіп, көзін қайта-қайта түсіре береді. Ева оны байқайды и до конца добивать етеді. Бокалды алатын кезде қолынан тиіп қалады, случайно, задевать етіп, бүйтіп қалады, күліп қалады, көзіне тіке қарап, треугольникті жасап қалады. Сосын еркек деген түсінбейді. Сосын өтіп бара жатырып кештен иығымен бүйтіп түртіп өтеді ғой. Менің соңымнан ер дегендей. И цепочкасын случайно түсіріп алады. Оны түсініп отқан еркек жоқ. Айттым ғой, еркектер ондай бір қиын емес сен ойлағандай деп ше. Сөйтіп Еваның артынан цепочкасын берейін деп артынан жүреді ғой. Жүрсе, Ева гримерная, да, жағыда күйеу. Аңқау еркек Еваның артынан барып қалса, ол бір сол киім ауыстыратын жерде күйеумен от души перісіп жатады ғой, страстно прям. Енді бұл жерін түсінбей жатсаң, Еваның күйеуі бар, типа кек алу үшін күйеуге де шыққан ғой енді. Псевдо күйеуі, псевдо қызы бар. Еркектің отбасы енді бар, шынайы. Сөйтіп енді жаңағы Еваға енді цепочкасын берейін деп барып қалса, гримерканың есігі ашық тұрады. Ана жерде Ева деген аяғын ашып деп ше, деп еще көзіме перісіп атса да дым ұялмай. Қарабал, фантазирую. Сен оның орнында бола аласың, только если сильно этого захочешь деп. Сол бір тұрғызу, бірақ кіргізбеу деймін ғой. Мен енді өз курсымда айтатын техникаларым бұл фильмда өте көп қолданылған. Ұзақтай тұрғызып, неше түрлі іс-әрекеттерімен жаңағы еркектің басын кетіреді. Отырған жерінде былай тексеріп көреді. Менің жаңағы техникаларым жұмыс жасап тұрма, жоқ па? Бұл еркектің басы кетіп тұрма маған, жоқ па? Менің флирт техникаларым жұмыс істеп тұрма, жоқ па? Деп тексеру мақсатында еркекке жағдай сұраныс білдіреді. Менің бір-екі бірдемелерін жасап бересің ба, или болмаса қолың бос па деген сияқты. Еркек бірден келсе, ол уже удочкаға ілінді деген сөз, қармағымызға. Келесі Еваның жасырын флирт техникаларына тоқталатын болсақ, жаңағыдай случайно цепочкасын түсіріп алады, или немене білезік дейді ма, соны түсіріп алады. Оны еркектің көзінше таға алмай жатқан сияқты. Я такая беспомощная, я такая вот нежная, такая женственная, даже өзімнің затымды өзім таға алмай тұрып, көмектесіп жіберші дегенсіп, жаңағы тағы атқан кезде өзінің дәмін ақырындап еркекке татқызу. Ол не? Случайно бүйтіп соқтығысып қалу, случайно иіскетіп қалу, случайно жаңағыдай қолын ұстап өту, кожасына жаңағыдай жақындатып, бұның бәрі өзінің дәмін ақырындап тартқызу дейді. Еркек еще больше хочет, а оны, если ты большего хочешь, пожалуйста, добивайся дегендей.